Сабақ сабақты бастаудан алдын видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Абай шығармалары ұрпаққа мәңгі мұра. 27-ші тапсырма. Өлеңді оқы. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 асыл іс күнсеңіз, ғылым болмай немене, балалықты қисаңыз. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңдегі негізгі ой, Абай атамыз бізге жақсы өсиет айтып кеткен, яғни сен еріншек болма, бекер мал шашпақ болма, талапты, еңбекті, терең ойлы, қанағатты, рақымды бол деп айтып кеткен. Адам болу үшін 5 асыл қасиеттің маңызын, 5 жаман істен аулақ болудың мәнін қалай түсінетініңді ортаға сал. Өз пікіріңді білдіруге тақырыпқа байланысты төмендегі мақал-мәтелдерді қолдануды ұмытпа. Өтірік сөз өрге баспас. Егер сен өтірікші болатын болсаң, сенің ешқандай жұмысың алға баспайды, және бір күні сол өтірігің ашылған кезде сен қатты ұялып қалатын боласың. Өлеңнен бірыңғай мүшесі бар сөйлемдерді тауып жаз. Қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Талап еңбек ерек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бұл бізде бірыңғай мүшесі бар сөйлем. 28-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына бірыңғай мүшелерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Абай ұлы ақын, ол жастарды білімге, талапқа, терең ойлы болуға шақырды. Ақынды бүкіл дүние жүзі біледі. Бірыңғай мүшелер сөйлемнің қай мүшесі екенін айт. Бірыңғай мүшелер сөйлемнің сын, есім қызметін атқарып тұр, және де сөйлемнің баяндауыш мүшесі. 29-ші тапсырма. Жұмбақты оқып шешуін тап. Гүл секілді қызарады, көктейді, күн секілді бірақ нұрын төкпейді. Бұл жұмбақтың жауабы бізде күнбағыс. Бірыңғай мүшені тап, оның сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт. Бірыңғай мүше қызарады, көктейді. Бұл сөйлемде баяндауыш қызметін атқарып тұр. Шығармашылық үзіліс. 30-ші тапсырма. Төркөздерге жасырынған өлең шумағын тауып жаз. Өлеңді шеңберге алынған Т әрпінен бастап оқып көр. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Бізде осындай өлең шумақтары келіп шықты, және өлең шумақтарындағы шеңбермен берілген Т әрпі мен бастап жоғары қарай оқитын болсақ, бізде осындай өлең шумақтары келіп шығады. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық. Сендерге пайдалы видеоларды тағы шығарып отыратын боламын. Және түсінбеген тапсырмаларың туралы комментарийға жазып кетіңдер, мен міндетті түрде жауап беремін.